ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور. Bir қарт адам өз немересімен таулы аймақта тұрған. Ақсақал әр атқан таңды Құран оқудан бастайтын. Немересі болса атасы сияқты болғысы келеді екен. Bir кезде немересі атасынан: "Ата, мен сіз сияқты Құранды оқығым келеді. Бірақ оқығанымды Құран жапқаннан кейін ұмытып қаламын. Сонда Құран оққаннан не пайдасы бар?" деген. Сол кезде пешке көмір салып жатқан атасы тоқтап: "Балам, өзенге барып, мына көмірдің кәрзеңкесіне су жинап алып келші" деген. Немересі қалайда суды жинайын десе, одан түк шықпады. Сонда атасы күліп: "Мүмкін тез жүрсен дұрыс болады" депті. Немересі екінші рет өзенге барып суды жинап, тез үйіне жүгіреді. Бірақ судың бәрі тағы да ағып кетеді. Сонда бала: "Мыналай суды жинау мүмкін емес" деп шелекке барады. Атасы баласына қарап: "Маған бір шелек су емес, бір кәрзеңке су керек. Барып тағы да жинап кел" деп айтады. Немересі мұндай іспен суды жинау мүмкін емес екендігін дәлелдегісі келіп, суды жинап, үйіне одан ары тез жүгіреді. Бірақ атасына жақындаған кезде кәрзеңкесі бос екенін тағы да байқады. Сонда ентігіп тұрған немересі: "Ата, көрдіңіз ба? Бұл мүмкін емес" дейді. "Я балам, сен бұны мүмкін емес дейсің, я? Ал енді кәрзеңкені қараш" деді атасы. Сонда бала кәрзеңкесіне қараса, оның көмірден қап-қара болып кеткен іші де, сырты да таза болып тұр екен. Сонда атасы: "Көрдің бе балам, сен Құран оқыған кезде дәл осылай болады. Оқыған барлығын ұмытып қалсан да, Құран сен ішкі және сыртқы дүниеңді таза қылады." تطيب الحياة بهذا الحضور.